Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеоның басты кейіпкері қателеспейтін үндістандық көріпкел Абигия Ананд. Абигия Ананд кезінде 2020 жылы әлемде қауіпті індет тарайтынын дәл тауып, халыққа ескерту жасаған еді. Бірақ халық оны сандыраққа теңеп, оны мазақ қылды. Бірақ кейін оңбай қателескенін түсінген олар Абигия Анандтан кешірім сұрап, оның болжамдарына назар аудара бастады. Біз бүгінгі видеода оның қорқынышты болжамдарына кеңінен тоқталатын боламыз. 17 жасар Абигия Ананд бүгінгі заманның Нострадамусы деп аталады. Ол кішкентайынан ақ қатарластарынан ерекшеленіп тұрды. Ол 2019 жылы өзінің YouTube каналында тек үнді халқын емес, бүкіл адамзатты сақ болуға шақырды. Себебі 2019 жылдың соңында әлемде жұқпалы ауру тарайтынын, оны алғашқыда медицина емдей алмай өте көп адам қырылатынын болжады. Расында да тәж-тәжал басталған кезде біздің Қазақстанда да көп адам ажал құшты. Амангелді Сейітхан, Әбдіғаппар Сманов, Берік Исмаилов, Кеңес Дүйсекеев, Дархан Дайырбек және тағы басқа көптеген тұлғалар осы тәж-тәжалдың кесірінен о дүниеге аттанды. Ал бүкіл әлемде 3,5 миллион адам өлді. Сонымен қатар үндістандық бала Гаитидің президентіне қастандық жасалатынын да дәл тапты. Расында да Гаитидің президенті Жовенел Моизді бір топ адам атып кетті. Біз бүгін оның алдағы уақытқа жасаған болжамдарын назарларыңызға ұсынамыз. 2024 жылдан бастап әлемде аштықтың алғашқы белгілері басталады дейді үндістандық көріпкел. Себебі осы жылы планетаның көптеген жерінде құрғақшылық болады. Соның салдарынан дүниежүзілік картада шөл далалардың аумағы ұлғая түседі. Қазіргі таңда әлемде ең үлкен шөл дала Африка құрлығындағы Сахара, одан кейін Қытайдағы Гоби шөлі. Және де Австралия құрлығының 1/3 өмір сүруге жарамсыз. Ол жерді алып шөл басып жатыр. Араб түбегі елдерінде де ағаш егуге жарамсыз шөлдер көп. Алысқа бармай-ақ Қазақстанды алсақ, Арал теңізінің маңы экологиялық апат аймағына айналғанына көп болды. Тартылып кеткен Арал теңізінің тұздары желмен жан-жаққа ұшып, халықтың денсаулығын құртып жатыр. Тіпті Аралдың тұзды Антарктидаға дейін ұшып барып, алып мұздықтарды ертіп, ғаламдық жылынуға өз үлесін тигізіп жатыр екен. Қысқаша айтқанда кезінде балығы тайдай тулаған Арал теңізінің аумағы бүгінде сорға айналып, қазақ пен қарақалпақ халқына кесірін тигізіп отыр. Қазақстанда тек Арал маңы емес, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстарының территориясы да шөлейіпті. Мұнда егін еге алмайсыз. Қазақстанның жартысын алып жатқан бетпақдалада егін егу бұлай тұрсын, өмір сүруге ыңғайсыз. Біздің уақыт адамзат тарихындағы ең құрғақ уақыт екенін аз адамдар біледі. Бүкіл әлемде су деңгейі төмендеп жатыр. Су астында терең көмілген өткен дәуірдің ескерткіштері ашылады. Түрлі белгілерді оқи алатындар бұл жақсы емес екенін түсінеді дейді көріпкел. Мінекей, биылдан бастап әлемде жауын-шашын азайып, жер сусай бастайды. Осының салдарынан егетін егістік көлемі де азаяды. Ал халық саны өседі. Қазірдің өзінде әлемде 7 миллиардтан астам халық бар. Африка құрлығының 1/3 аш-жалаңаш отыр. Латын Америка, Азия елдерінде кедейшілік артып, халық ашыға бастады. Алда 20 жылға созылатын аштық келе жатыр. Әлемде сауда-саттық азаяды. Экономика күрт нашарлап, халық оған дайын болмайды. Осының салдарынан алпауыт мемлекеттер күйреуді бастап, халқы босып кетеді. Халыққа ас тауып жеу мұңға айнала бастайды. Оның бір себебі құрғақшылық пен экологияның нашарлауы. Әлемде соғыс өрті тұтанып, мемлекеттер бір-біріне ядролық қару қолдануды бастайды. Яғни әлемде соғыс болса, табиғат анаға орасан зор зақым келеді. Ал ядролық қару тастаса, тасталған жер жарамсыз болады. Мысалы, Қазақстанда бұрын табиғаты тамылжыған Семей облысында, Совет одағы тұсында ядролық қару талай рет сынақтан өтті. Соның кесірінен Семей жері әбден зардап шегіп, табиғаты бүлінді. Қазір мұнда бау-бақша егу өте қиын. Халқы ауру сырқау. Мутациялық дертпен туылған балалар өте көп. Қарағанды облысында да талай рет сынақ өтті. Үндістандық көріпкел табиғат ананы ашуландырмау керектігін. Егер табиғат ана ашуланса, адамзат бір күнде жер бетінен жоқ болып кететінін де мәлімдеді. Ол үшін адамдар соғысты тоқтатып, мемлекеттер бір-бірімен тату-тәтті тұрып, ортақ мақсатқа жұмылу керектігін айтты. Бірақ бұл мүмкін емес.
Себебі адамдар бір-бірін жұлып жеуге дайын. Мысалы, Арал теңізін оп-оңай толтыруға болады. Ол үшін Сырдария мен Әмудария өзендерін Аралға бұру керек. Бірақ көрші мемлекеттер Сырдария мен Әмударияның бойынан бірнеше су қоймасын салып алып, одан қалған суды егістікке пайдаланып, көршілерін сумен қысып отыр. Түркменстан Әмударияның ағысын басқа каналға бұрып алып, судың бәрін шөл далаға құйып ысырап қылып жатыр. Ресей өзінің бауырлас елімен соғысып жатыр. Қазіргі таңда миллионнан аса адам осы соғыста ажал құшты. Басқа да әлем елдері соғысқа дайындалып, сақадай сай отыр. Қарапайым бейбіт адамдар да бір-бірін алдып, ақшаларын тартып алып жатыр. Түрлі қаржылық пирамида, тұрғын үй кооперативтері арқылы аңқау адамдарды алдап соғып, түгін қалдырмай тонап жатыр. Еркектер әйелдерін ұрып соғып, мүгедек қылып өлтіріп жатыр. Сондықтан да адамдар бір-бірімен бейбіт тұруы өте қиын нәрсе. Осыдан бірер жыл бұрын Түркияда жер сілкініп, 50 мыңнан аса адам қаза тапқан еді. Бұл адамзат тарихындағы үлкен жер сілкіністерінің бірі болды. Бірақ алда бұдан да ауыр сынақ күтіп тұр. Мен биыл 2024 жылы тағы бір апатты сезіп отырмын. Түркияның шығысы мен оңтүстік Еуропа, солтүстік Африка негізінен сол өңірде. Жер сілкінісі Түркиядағы жақында болған жер сілкінісінің сәл шығысында болуы мүмкін дейді Абигия. Яғни Еуропа елдері жер сілкінісіне дайын болу керек. Әсіресе Грекия елі жағы өте қауіпті. Ол жақта бай тарихи мұра бар. Жер сілкінісінен жойылып кетуі әбден мүмкін. Адамзат отпен, сумен, ауамен бетпе-бет келеді. Планета бірінен соң бірі орын алатын жер сілкіністерінің тұтас сериясын күтуде дейді көріпкел. Жер сілкінісінің бір себебін азғындықпен байланыстырады. Абигия адамдар иманды болу керектігін айтады. Себеп кезінде Лот қауымы деген болған. Олар қазіргі Иордания мен Израильдің шекарасындағы өлі теңізге жақын маңда өмір сүрген. Оларда еркектер бір-бірімен бола берген. Және күйеуі бар әйелдер де басқа еркектермен болған. Яғни зина кең етек алған. Бұндай қауымға ашуланған Лот пайғамбар, сендер арасында өздеріңнен бұрын әлемде ешкім істемеген көргенсіздік істеп жүрсіңдер. Сендердің әйелдерге жуымай, еркекке шабуларың, жолкестілік істеулерің, топтасып әшкере арсыздық істеулерің шарт па? дейді. Сонда қауымы, егер шыншыл болсаң қане, Алланың азабын келтіріп көрші деп пайғамбарды мазақ етіп, иманға келуден бас тартады. Сол кезде Лот қауымның отырған жерге кесек тас жауып, адамдары азап шегіп өліп, олардың қаласы су астына кетеді. Бірнеше ғасырдан кейін жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде Лот қауымының қалалары өлі теңіз жағасынан табылған. Яғни қала өлі теңіздің түбіне кеткен. Содан бері бұл теңізді өлі деп атайды екен. Сол секілді қазір әлемде азғындық қаптап тұр. Биыл Алматыда жер қатты сілкінді. Себебі Алматыда соңғы жылдары көгілдірлер көбейіп, зина жасау қалыпты құбылысқа айналып барады. Алла жер сілкінісі арқылы бұзылып бара жатқан қауымға ескерту жасайды. Сондықтан да адамдар тез арада тәубесіне түсіп, түзу жолмен жүру керек. Сол кезде олар Құдайдың қаһарына ұшырамай, бәле жаладан аман болады. Сонымен қатар үндістандық көріпкел су таситынын да айтқан. Яғни тау басындағы мұздықтар еріп, мұхиттағы Антарктида еріп, көптеген қалаларды су басып қалады. Бұның себебі ғаламдық жылыну. Ғаламдық жылынуға адамдардың табиғат анаға жасап жатқан озбырлығы себеп. Қазір жер бетінде көмірқышқыл газын бөлетін машина көбейіп, ормандар оталып, өзен-көлдерге тасталатын қоқыстар артып, табиғаты әсем жерлерге қалалар салынып жатыр. Жан-жануарлар, өсімдіктер қатты азайып бара жатыр. Бұның зияны орасан зор болмақ. Абигия Ананд жақын арада адамдардың жаппай көшіп қонуы күтілетінін атап өтті. Себебі жыл өткен сайын қалада өмір сүру мүмкін болмайды. Қалада экология нашарлап, адамдар ауруға шалдыға бастайды. Қалада дені сау адам мүлде қалмайды. Сол кезде адамдар жаппай табиғатқа жақын жерлерге көше бастайды. Мысалы өзіміздің Алматы қаласы қазір көк түтіннің ішінде тұр. Оны таудың басына шығып қалаға қараған кезде байқайсыз. Соның салдарынан қалада ауру болып туылатын балалар саны артып келеді. Себебі қазір дүниеге келген балалардың көбісінде жүрек сырқауы, есі аздап дұрыс емес болып туылу симптомдары өте көп кездеседі.
Сондықтан да болашақ аналар жүктілік уақытын ауылда өткізу керек. Үндістандық көріпкел болашақта адамдар құрғақшылықтан қашып Сібірге баратынын айтты. Себебі Сібір табиғаты өте керемет жер. Айналасының бәрі мөлдіреген өзен көл. Орман тоғай жайқалып өсіп тұр. Жан-жануарлар көп. Адамдар осы жерді игеріп, осында өмір сүруге тырысады. Қазір бүкіл әлемде Ресейдің абыройын асқақтатып тұрған осы Сібір. Мұнда табиғи ресурстар өте көп. ақш, Қытай секілді ірі державалар Ресейдің осы Сібірін алғысы келеді. 2080 жылдары Сібір бүкіл әлемнің орталығына айналады. Қазір әлемнің орталығы Нью-Йорк, Париж, Лондон секілді қалалар болса, олар енді 50 жылдан соң қаңырап бос қалады. Ол жерлерді шаңды жел басып жатады. Яғни Арал теңізінің қасындағы қала сияқты болып қалады. Яғни болашақта қала емес, ауылды жерлер сұранысқа ие болады. Сондықтан да қазірден бастап адамдар ауылды жерлерде егін егіп, мал бағып, өз шаруашылығын қалыптастыра бергені абзал. Алдағы уақытта планетада мүлде жаңа жүйе пайда болады. Себебі келесі 50 жылдықта мұнайдың бағасы күрт түсіп кетіп, адамдар мұнайға тәуелді болмайды. Соның салдарынан ақш валютасының құны түсіп, қазақтың теңгесі сияқты түп беделі болмай қалады. Орнына мүлде басқа есеп айырысу формасы шығады. Яғни адамдар тауардың құнын ақшамен емес, басқа нәрсемен төлейді. Абигия 2029 жылға дейін жер бетінде қақтығыстар, соғыстар тек күшейетінін ескертті. Қақтығыстардың қайта өршуі және қорқынышты нәрсе болуы мүмкін деді Ананд. Көріпкел қазір планетада неліктен мұндай су тасқыны, жер сілкінісі секілді апаттар болып жатқанын және бірқатар мемлекеттер әскери қақтығыстар жүргізіп жатқанын білетінін айтады. Мұның бәрі жаһандық маңызы бар оқиғалармен ерекшеленетін 400 жылдық уақыт циклінің бірінші ғасырына өткендігімізге байланысты. Бұл кезде саяси немесе экономикалық жағдай ғана емес, қоршаған ортада өзгереді. Яғни адамдар өзгеріс ғасырына тап болды. Көптеген бай елдер айтарлықтай кедейленеді, ал кейбіреулері алдағы апаттарға байланысты жер бетінен толығымен жойылады. Ғылым әлемінде де адам сенгісіз жаңалықтар болады. Біз елестете алмайтын жаңа технологиялар пайда болады. Мұның бәрі бізді алдағы 10 жылда күтіп тұр дейді жас көріпкел. Көріпкел адамзат планетаға деген көзқарасын толығымен өзгертуі керек. Оны ресурстарды қазып алу объектісі ретінде қабылдамай, керісінше, қоршаған ортаның әл-ауқатын сақтауы керек деп санайды. Ал ел басшыларына жалпы әлемдік келісімге қол жеткізу үшін қарапайым азаматтарға құрметпен, қамқорлықпен және түсіністікпен қарау ұсынылады.